Сайын Мұратбеков, Жабайы алма, Қыдырман Тойтық. Арада 2 күн өтті ме жоқ па, сәске кезінде күтпеген жерден Нәзира әпкем жетіп келді. Қасында сол әнеугінгі мен көрген Гүлсара деген дос қызы. Екеуінің де үстінде сол еркек шора киімдері. Комбинезондары, іштерінен жылы жемпірлерін киіп, белдерін мықтап буынып алған. Бастарында құлақшын. Білмеген адам екеуінде қыз деп ойламайды. Ауыл арасының бозбалалары сияқты жүрістері суыт. МТС-тан жаяу келгендері көрініп тұр. Әжем әуелде қуанып қалса да, артынша көңілі әлденеден секем алғандай. «Әйтеу, бұл жүрістерің жайшылық па?» деп сұраған. «Жайшылық, сендерді сағынып кеттім», деді Нәзира әпкем жаймашуақ күлген болып. Бірақ үнінде де, күлкісінде де абыржу бар еді. Құлақшынын шешіп, желкесіне түйген тоқпақтай ұзын бұрымын босатып әуелі өңіріне түсіріп, ұшағын сәл тарқатыңқырап барып өрді де, сәнімен арқасына қарай сілкіп тастап, әжемнен бастап барлығымызға тегіс күлімсірей қарап шықты. Күлкісі маған жасанды боп көрінді. «Сонша неғып үрпейсе қалдыңдар?» деді тағы да көңілдене сөйлеген боп. «Әй, сенің осы келісің тегін емес. Менен бірдеңені бүгіп тұрсың», деді әжем. «Айтып ем ғой», деді Нәзира Гүлсараға күле қарап сөйлеп. «Менің әжемнің көріпкелі бар» деп. «Әне, бәрін біліп отыр». «Әй, нені біліп отыр дейсің? Не жұмбақтап тұрсың?» деді әжем шыдамсыздана. «Ештеңе емес. Содан кейін айтам ғой». «Жоқ, қазір айт». «Айтсам айтайын», деді әпкем сол көңілденін бұзбастан. «МТС мына Гүлсара екеумізді және 5-6 қызды соғыстан азат етілген қалаларды қалпына келтіруге жіберіп отыр». «Ойбай, не дейді? Соғыс деймісің, ойбай!» деп әжем баж етіп ойбайлап жөнелген. «Жә, ойбайлаған несі? Жаманшылық шақырып», деп Нәзира әпкем қатулана дауыс көтерген. «Ойбайламағанда маған қуан деп отырсың ба, ойбай!» «Қуан деп отырғам жоқ, бірақ ойбайлама деймін. Мен тірімін ғой». деген сазып қалған әжем не дерін білмей. «Мен тірімін ғой, жаманшылық шақырып ойбайлама деймін». Тосылыңқыраған әжем сәл бәсеңдеп, «Өзің соғысты айтып отырсың ғой, қарағым-ау», деген енді жыламсыраған үнмен. «Мен соғыс деп отырған жоқпын. Соғыстан босаған, біздің әскерлер азат еткен қалаларды қалпына келтіруге барамыз деп отырмын». «Ой, енді қайтейін, ай, ол да бәрі бір соғыс қой, әй, қу құдай, ай, шынақ құдай», деп әжем әлгіндегідей емес, бәсең үнмен зарлай бастады. «Әкесі мен шешесінен өлідей айырылып, енді бұдан тірідей айырайын дедің бе? Бұл сұмдықты көрсеткенше мені неге алмайсың? Мен өліп, бұлар менің соңымда жылап неге қалмайды? Ай, қу құдай, көзі жоқ соқыр құдай, тас керең құдай». Осылайша әжем басқаны емес, дүниені тегіс уысында ұстап тұрған құдайдың өзін көктен алып, жерге салып, қарғап-сілей бастады. Әншейінде 2 сөзінің бірінде аллалап, сыйынып отыратын діншіл әжем ашынған кезде құдайыңның да бас көзіне қарамайды екен. Қу да, шынақ та, тас керең де, көр соқыр да, әйтеу, адамды қорлайтын кем-кетіктің бәрін соның басына үйіп төктай келіп. Әжемнің мына қарғап-сілегеніне қарап, құдайды байдалы шалдың ар жақ бер жағындағы біреуме деуге болады. Өйткені дәл қазіргі сәтте құдай бар болатын болса, әжемнің мына сөздерінен кейін, «Әй, осы кемпірден аулақ жүрейінші» деп, біздің үйдің төңірегінен безіп кеткен шығар. Қашанғы қарғанып сілене берсін. Біраздан кейін құдайдың жер-жебіріне жеткендей болған әжем басылайын деді. Ойбайын тоқтатып, көз жасын тыйды да, жаратқан, кеше көр», деді ауыр күрсініп. Онан соң үнсіз отырған Нәзира әпкеме қарап, «Қашан жүресіңдер?» деп сұрады. «Ертең таңертеңгі сағат 9-да МТС-та болуымыз керек». «Баратын жақтарың әлгі бұзылған қалаларың алыс па?» «Пойызбен барамыз ғой», деді әпкем алыс жақынын ашып айтпастан жұбата сөйлеп. «Алыс десеңші», әжемнің көңілін аударғысы келген әпкем. «Мына Гүлсара үймен қоштаса да алмай кетіп барады», деген. «Ой-бой, қарағым-ай, әй», деді жаны ашып кеткен әжем. «Үйің алыста ма еді?» «Ақсу жақта, алыста». «Ата-анаң бар ма еді?» «Бар, әкем де, шешем де бар. Колхоздың малын бағады. Қазір олар төменгі құмда Балқаштың бойында ғой. 1-2 күнде үлгеріп барып келе алмаймын». «Ой, әттеген, ай,
Естігендерінде қандай аңырар екен сорлылар. Ең болмаса маңдайыңнан бір иіскеп қалмағандарына өкінеді-ау. О, қараң өшкір пәші-сай, ойдағыны ойда, қырдағыны қырда зарлаттың-ау, өстіп зарлап қалғырай. Мұнан әрі әжем белін буып, қайратына қайта мінгендей орнынан тұрды. Әй, Қанат, деді қатқылмен маған. Анау көк тушаны ұстады. Нүсіп болама, мақым болама, біреуін ертіп кел. Мұны әпкеңді айналдырып, айтып сойып, Құдай тамақ берейін. Әжеу, көк тушаны қайтесің? Буаз шығар. Буаз емес. Өздеріңе қажет болады ғой. Кейін көктемге қарай мына балалар ашығып жатса сойып, көже қатыр жасарсыңдар, деген әпкем байек болып. Жә, біз ел ішіндеміз ғой, өлмейміз, деді әжем кесімді үнмен. Мен әуелі жүгіріп барып, үйі жақындау почташы Мақым шалды шақырдым да, одан қайтып кеп, қораның іргесіндегі сабанды қажақтап жүрген көк тушаны ұстап, есіктің көзіне жетектеп әкелгенімде, әжем Нәзира әпкемді ертіп шығып тұр екен. Әпкем мен Гүлсара бір-біріне қарап жымыңдасып қояды. Бірақ ескіліктің қалдығы деп қарсылық етуге әжеме де батпайды. Бәрін күлкімен жуып шайған түрлері. Мақым шал көк тушаны Нәзира әпкемнен 3 рет айналдырып барып, бата жасады. Бісмілда деп союға кірісті. Сол күні түстен кейін ауылдың біраз шал кемпірлері кеп, үйден құдайы тамақ ішіп, Нәзира әпкеме оң сапар тілеп баталарын берді. Кешкісін Нәзира әпкеммен мектепте бірге оқыған дос құрбы қыздары Нұрбеке, Үміт, Ұлдан, Қыдырман және бұлардан 2 жас үлкен болса да, Нәзира әпкеммен станцияға астық тартып бірге жүріп, бірге тұрып аралас-құралас болып кеткен Зибаш жиналған. Соғыстан бұрынғы балалық шақтарын, мектепте оқыған кездерін еске алып, мәз-мәйрам болып күлісіп, ән салып, біраз көңілдерін көтерді. Менес білгелі Нұрбеке, Үміт, Нәзира әпкем үшеуінің бастары қосылса болды, ауыздары жабылмай, жапылдасып, ұзақты күнге сөздері таусылмайтын. Үшеуі де бірінен бірі өткен күлегеш, үшеуі де сөзшең, сауысқанша шықылықтап, шошаңдап қалған қыздар еді. Не сөйлеседі, неменеге жыртықтасып мәз боп күлетіндерін адам ұғып болмайтын. Біріне бірі мұрындарының үстінен алақандарын қырынан ұстап қарайтында, соған көздерінен жасаққанша сықылықтасып кеп күлетін. Кейіннен білдім, ондағысы өздерімен бірге оқитын осы Қыдырманды мазақтағандар екенде. Қыдырман мұрны қоңқиған ұзын, көзі қысықтау, мінезі әңгідіктеу бала болатын. Мектепте өзінше қыздардың қасына кеп қырыңдаған боп тұрады екен. Сондайда бірде қоңқақ мұрнын уқалап жиі-жиі тартқыштай берсе керек. Немене, сенің мұрныңа бірдеңе болған ба? Дейді қыздардың бірі кекетіп. Ұйықтап жатқанда шіркей кіріп кеткен бе білмеймін, депті Қыдырман мұрнын уқалай түсіп. Қой, шіркей емес шыбын шығар, депті қыздар. Шыбын болса шыбын шығар, дейді қыздардың мазағына түсіне қоймаған Қыдырман. Ой, мынадай танауға шыбын емес, ара кіріп кеткен шығар, депті қыздардың бірі онан әрі қақпақылдап. Жо, ара емес, ара болса ендігі шағып ап мұрным өсіп кетер еді ғой, деген екен Қыдырман. Содан 3 қыз ішектері түйілгенше ал кеп күлсін. Неше уақытқа дейін бір-біріне мұрындарының үстінен алақандарын қырынан ұстап қараса ақ болғаны сықылықтап күлкіге бататын. Енді бүгінде естеріне алып, сондағы әзілдері мен күлкілері өздеріне ерсі көрініп отыр. Түк ұқпайтын бала екенбіз ғой, деседі. Біраздан кейін Нұрбеке кішкене баласының еметін мерзімі болғанын айтып, рұқсат сұрап қоштасып кетпек болды. Осыдан 5-6 ай бұрын үйде отырып босанып ұл тапқан. Жігіті сәрсен өткен қыста әскерге кетті де, көп ұзамай артынан қара қағаз келді. Ал Нұрбеке болса не қыз емес, не күйеуге тиген әйел емес, балалы жесі боп қала берді. Ата-анасының бетіне мұнан өткен не шіркеу болсын. Нұрбекенің өзі де көпшілік жиналған жерге жоламай, көзге түспеуге тырысып, қашқақтап жүреді. Әбден жүдеген, тек бажырайған мұң толы көзі ғана қалған. Бүгін бірге өскен құрбысы Нәзира әпкеммен қоштасып қалу үшін ғана келіпті. Нұрбеке кеткен соң құрбылары сырттай оған аяныш білдіре отырып, өз бастарындағы қайғы қасіреттерін шағынғандай болды. Әсіресе Үміт Нәзира әпкемнің қасына отырып ап, құшақтап айырылғысы келмейді. Нәзирамен бірге мен де кетермедім, шіркін-ай, деп қояды көзі мөлт-мөлт жасқа толып. Шынымен кеткісі келген ме? Әлде өзінің кәріп боп қалған күйін шағынған өкініші мен іш құса мұңыма кім білсін.
Алдыңғы жылы қыста станцияға астық тартып жүргенінде Қараталдың мұзы ойылып кетіп, үміт су ортасында қалған шанадағы астықты жаяулап су кешіп жүріп тасып, өлім аузынан қалған. Ақыры соның зардабынан қиралаңдап жүре алмайтын жарымжан болды. Қазірде өзінің жанына батқан сол кәріп халін шағынатын сияқты. «Мені де ала кетші, Нәзира, мен де бірге кетейінші», дейді әпкемнің мойнына қиыла асылып. Үмітке салсаң, Нәзира әпкем кез келгеннің қолы жете бермес керемет бір сапарға аттанып бара жатқан сияқты. Тіпті басқаның қолы жетсе де, өзінің қолы жетпейтініне анық өкініш білдіреді. «Осы қыз қызық», деді Қыдырман танауы делдиіп қызына сөйлеп. «Немене, Нәзира өз еркімен кетіп бара жатыр дейсің бе? Бұл да әскерге шақыртудың бір түрі. Қаншама қиындықтар күтіп тұрған шығар бұларды да». «Мейлі, қандай қиындықтар болса да, Нәзирамен бірге кетерем». «Түү, сен қызда, қойсаңшы енді, адамның қитығына тие бермей», деді Қыдырман кенет тісі ауырғандай кіржиіп. «Әділіне келсек, бұл ең әуелі мына менің жолым еді ғой. Мен сияқты жігіттердің жолы еді. Әттең, амал қанша. Ауылда жүріп-ақ аяқтан айырылып, тойтық боп қалған мына мен айтсаңшы. Енді міне, адамға да, Құдайға да керексізбін», деп ақ таяғымен аяғын тоқылдатып ұрып қойды. Келте ұлтарылған дәу шарықтары кесілген қос томардай қолапайсыз жұп-жуан еді. Жаңа жылдың алдында қатты боранда 2 күндей малмен бірге ығып, далада қалып аяғын үсткен. Содан саусақтары қап-қара боп күлдіреп ісіп, аяқтарының басы көпке дейін жазылмай, ешқандай ем-дом қонбай, қағынды болып ұшыға бастайды. Күндіз-түні зарғақтырған ауыр азаптан өлер болған Қыдырман, мұнан әрі аяғының мал болмасына көз жеткен соң, саусақтарын жаңғырыққа салыпты да, өткір балтамен тегіс қырқып шауып тастапты. Және осының бәрін ешкімнің жәрдемінсіз өзі істеген. Шешесі мен іні қарындастары қарап тұруға дәттері шыдамай безіп қашып кеткен екен. Міне, сонан кейін ғана беті бері қарап, аяқ жазыла бастады. Мына дәу шарықты өзі тігіп алған. Қалың орап кимесе, аяғы суыққа шыдамсыз, өте тоңғақ көрінеді. Жүрген кезде аяғына кеспелтек 2 томарды байлап алғандай қорбаң-қорбаң етеді. Осы күні балалар оны Қыдырман демейміз, тойтық дейміз. Өзі оған өлерде қорланады. Қуып жете алмайтын болған соң, қолындағы жуан ақ таяғын лақтырып ұрып, зәре құтымызды ұшырады. Бірақ одан тілімізді тартып жатқан біз жоқпыз. Анадайдан алдынан кесе көлдеңдей беріп, «Әне, тойтық келе жатыр, тойтықты қара, әй, тойтық!» деп мазақтап қаша жөнелеміз. Сол Қыдырманда жылармандай боп қорланып, түтігіп отыр. «Аяғының үстігені жақсы болған екен. Әйтпесе сен екеш, сен де бізді тастап кеткелі жүр екенсің ғой», деген Зибаш сыңғырлай күліп. «Немене, менің кетпегенімді тілейсің бе?» деді Қыдырман оған жалт қарап. «Әрине». «Апыр-ай, менің тілеуімді тілейтін адам да бар екен-ау», деп Қыдырман күлген болды. Бірақ Зибаш күлген жоқ. Майшамның жарығында дөңгелек сұлу жүзін оған бұрып, көзін сүзілдіре қарады да: «Мен шынымды айтып отырсам, бұл күледі ғой», деді назданып. «Ойбай, жеңешетай, күлмеймін, міне шыным, риза болып отырмын», деп Қыдырман оның топ-толық білегінен қос қолдап ұстап, қысып-қысып қойды. «Мен тек өзімнің мына тойтықтығыма күйініп отырмын да». «Жә, сендерге не болған?» деді Нәзира әпкем бұларға кезек қарап жеке сөйлеп. «Немене, мені тойға кетіп барады дейсіңдер ме? Әлде жетіскеннен кетіп барады дейсіңдер ме?» Онан соң кәннің үстінде бір-біріне тығыла түсіп, бүк түсіп жатқан әжем мен кішкене балалар жақты мегзеп қойып, «Мен кеткен соң мыналардың күйі не болады әлі?» деді ауыр күрсініп. Шынында да солай екен-ау дегендей үміт те, Қыдырман да ыңғайсызданып қалды. Ұйықтап жатқаны, әлде ояу жатқаны белгісіз әжем, Алла деп ақыра күрсініп, жаратқанға күбірлей сыйынып қояды. Әпкем есіне енді әлдене түскендей Зибаштан: «Айтпақшы, қоғалы бұлақ жақтағы шөпті әлі тартқан жоқсыңдар ма?» деп сұраған. «Кеше ғана Екшанамен Мамыр мен Махмұт барып қайтты. Қар қалың ғой, әзірге жолы ауырлау көрінеді. Жай сұрадың ба?» Жазда пішен кезінде бұлақтың жоғарғы жағындағы жыраның шөбін мына Қанат екеуміз шалғымен шауып, бергі қабаққа жинап қойып едім. Соны күзде жеткізіп алуға колхоздың жұмысынан қолым тимей кетті емес пе? Осы аптада ол жақтан шөп тартуға мына Қыдырман екеуміз де барып қалармыз. Онда соны екеуің бөліп жарып бірдеңе қып үйге жеткізіп берсеңдерші. Өзі бір шыныдан аспайды.
Мына Қанатты бірге ала барсаңдар, жолын көрсетіп көмектесер еді. Жарайды, деп Зибаш Қыдырманға қараған. Әрине, жеткізіп береміз, деді Қыдырманды іле қостап. Тағы да тіршілікке байланысты ананы мұнаны сөз етіп біраз отырған соң, Зибаш та ата-енесінің бұл келгенше ұйықтамай күтетінін айтып, кетуге ыңғайланған. Әпкем оған ризалығын білдіре отырып соңғы тілегін айтты. Онысы мына қалып бара жатқан өлмелі кәрі шешесі мен көк қарын інілеріне көз қырын сала жүр деген еді. Бұл сөзін ол Зибашқа айта отырып, Қыдырман мен Үмітке де құлақ қағыс қылған еді. О не дегенің, қолымыздан келген жәрдемімізді көрсетіп тұрамыз ғой, деді Зибаш тағы да қоштау күткендей Қыдырманға, одан Үмітке қарап. Әрине, десті анау екеуі де. Зибаш Нәзира әпкеммен көзіне жас ала тұрып, құшақтасып қоштасты. Қайда жүрсең аман бол, аман сау қайт, тентек қыз. Зибаш кеткен соң Қыдырман мен Үміт екеуі тағы да мектептегі балалық кездерін еске алып, бірінен бірі сабақты қалай көшіргендерін, сабақ үстінде отырғанда қай баланың не істегенін айтып мәз боп күлісе бастады. Тағы да бір шай ішелік. Қанатай, сабаны кеп от жақшы, деді қайта көңілденген Нәзира әпкем. Мен сабаны келуге сыртқа шықтым. Түн жарымы ауа барып, туған ай бір шекесі ойылып, солғындаған сәулесі төңіректі бозамықтандырып тұр екен. Ауыл тегіс тым-тырыс. Ең аяғы мазасыз иттерге дейін тәтті ұйқыға батқан сияқты. Тау жақтан болар-болмас қара қоңыр жел үріп тұр. Қораның сыртына қарай шығып сабаннан құшақтап ала бергенімде, арғы жақтан сабанды салдырлатып біреу жүгіргендей болды. Селк етіп сабаны тастай қашуға шақ қалдым. Қанатай, қорықпа, бұл мен ғой, деді ұрлана шыққан дауыс Зибаш екен. Жоқ, қорыққан жоқпын, дедім мен өзімше сыр білдірмегенсіп. Өзім іштей таңғап тұрмын. Әлгінде ғой, ата-енем келгенімше жатпай күтіп отырады деп асығып кеткен сияқты еді. Енді сабанның түбінде мына тұрысы не? Әлде қайтуға қорқып тұр ма екен? Қанатай, ақылың бар ғой айналайын. Анау қыздарға байқатпай Қыдырманға ақырын ғана ымдап, бір кісі шақырып тұр деші, деді сол ұрлана сыбырлаған үнмен. Мақұл. Сабанды құшақтап үйге кірдім де Қыдырманға қарап, «Ей, тойтық!» деп қала жаздап барып, «Сені есік алдында бір кісі шақырып тұр», дедім еш ымдап жатпай-ақ бірден дүңк еткізіп. «Огым!» деді Қыдырман таңырқап. «Шықсаң көресің ғой». Нәзира әпкем де Үміт те қосарлана, «Бар, шаруасы бар кісі шығар», десті. «Ой, огым болды екен», деп Қыдырман тойтық тойтаңдай басып сыртқа шығып кеткен. Үш қыз бір-біріне қарап сықылықтасып кеп күлді. Қыдырман тойтық сол кеткеннен қайтып оралған жоқ. Мен от жаққам, ошақ үстінде жылы тұрған шәугім сәлден кейін-ақ қайнай бастады. Қыздар тағы да шай ішті. «Енді жатпай-ақ қояйық», деді Нәзира әпкем Гүлзараға. «Жол бойы әлі ұйықтармыз». «Менің жатқанмен де бәрібір ұйқым келмейді», деді Гүлзара мұңайып. «Сен ғой, әжеңмен, інілеріңмен, құрбы-құрдастарыңмен, ауылыңмен қоштасып аттанып бара жатсың. Ал мен болсам әке-шешемнің қандай халде екенін де біле алмай кетіп барам. Ойласам-ақ жүрегім сыздап сала береді». «Жә, ойлағаннан түк шықпайды. Бәлкім солардың жылап-сықтап қалғандарын көргеннен де көрмей аттанғаның дұрыс шығар», деді әпкем оны жұбата сөйлеп. «Мен міне, көңілім айран асыр боп аттанғалы отырмын. Мен кеткен соң мыналардың күні не болады? Мына Қанатқа қарап қалғандары ғой». Осыны айтып көзіне жас алып апама ұқсаған ақ сұр өңі дір-дір етіп, енді сәл болса еңіреп жылап жіберге шақ отыр. Әжем мен кішкене балалар жаққа жалтақтап қарап қояды. «Елге аман сау қайтып ораламыз ба, жоқ па? Қайтсақ қашан қайтамыз, кім біледі?» «Сендер азат етілген қалаға бара жатырсыңдар ғой», деген Үміт. «Азат етілгенмен соғыс болып өткен жердің тілігі қайбір ескен тірлік дейсің», деді Гүлзара көңілдегі күдігі ішіне сыймағандай. «Жарылмай қалған миналар, бомбалар көп болады екен. Көмусіз қалған өліктерден тазартуымыз керек екен». «Жоқ, бәлен айтпай қойыңдаршы», деген Үміт көзі шарасынан шыға үрейленіп. «Рас, бізге ескертіп айтты». Осы тұста Нәзира әпкемнің көзі бағанадан өздерінің әңгімесін сырттай үнсіз тыңдап отырған маған түсіп кетті де, «Жә, сенде адамның зәресін ұшыратын не болса соны айтпай, жөн түзу әңгіме айтсаңшы», деп ымдай сөйлеп Гүлзараны тыйып тастады. «Әдейі мына Үмітті қорқыту үшін айтып отырсың ау, деді сөзінің соңын әзілге сая жуып шайып.
Сәл абдырап қалған Гүлсара әуелі әпкеме, одан маған қарады да, лезде өңіне күлкі үйіріліп: «Иә да», деді әзілдей сөйлеп. «Әйтпесе үміт бізбен бірге кетем деп отыр емес пе?» Осылайша үш қыз бір ауық көздеріне жас алып мұңайып, бір ауық әзілдесе күліп ұзақ таңды көздерімен атырды. Өзіміздің үйдің көрші көлеңдердің әтештері әуелі таңның атқанын хабарлап, бірін-бірі ұйқыдан оятқандай кезектесе әдеппен шақыра бастады да, біраздан кейін ұйқыларын әбден оянып, тамақтарын қырына кенеп, нәшіне келтіріп алғандай болған соң, ал енді қайсымыздың даусымыз ащырақ екен деп жарысқандай азан-қазан боп шуылдасып кетті. Осы кезде кешегі уәдесі бойынша МТС-қа ерте жүріп, әпкемдерді сағат 9-дан қалдырмай жеткізіп салмақ болған почташы Мақым шал да шанасымен есік алдына кеп тоқтаған. Әпкем, Гүлсара екеуі тез киіне бастады. Әжем де оянып, дастарқан жайып, оң сапар тілеп бата жасады. Әпкемді маңдайынан сүйе тұрып қоштасты. Көзіне жас алғаны болмаса, дауыс шығарып жылаған жоқ. «Маңдайыңа бір жазғаны бар шығар, жыламайын», деді. Әжем жыламаған соң, басқаларымыз да көздеріміз жасаурап тұрып қоштастық. Жексенбі күні ертеңгісін бір топ бала, Санат, Петька, Отто, Әбілтай және де ортамызда бізден сәл ересектеу фрицы бар ескі клубтың іргесіне жиналып ап садақ жасауға кіріскенбіз. Бұл биыл қыстағы біраздан бері қызға ойнайтын ойынымыз боп жүр. Қайыңнан, ырғайдан, талдан садақ иеміз. Оған қамыстан жебе дайындап, ұшына қаңылтырдан жасалған үшкір оқ кигіземіз. Садақты кере тартып атқан кезде ауылдың бір шетінен екінші шетіне дейін жетеді және тиген затын тесіп кетеді. Клубтың қалың тақтай есігін атқан кезде кірш етіп қадала түседі. Міне, осы садағымызбен сауысқан, қарға құзғын атамыз. Өйткені биыл қыс қарға құзғын, сауысқан дегендер мүлде көбейіп кетті, жыртылып айырылады. Ауыл төңірегіндегі арам өлген, қасқыртатқан малдардың өлекселерін жайлаған қарға құзғындар ертеден кешке дейін дардар етісіп, есіріктеніп, азан-қазан шуылдасады да жатады. Ал онсыз да ыңыршақтары шығып титықтап жүрген өгіздер мен жауыраттардың қыр арқаларына қонақтап ап, жануарлардың жараларының қанын сұрғалата шоқып, ес таптырмай шықылықтайтын сауысқандар мүлде басынып алған. Шақ-шақ етіп шақылдағандары байдалы шалдан бір кем емес. Садақ июге ағашты әркім өз табады. Ал жебеге колхоздың мал қорасының төбесін жапқан қамыстан ұрлаймыз. Қаңылтырды фрицы тауып әкеледі. Және оны өзі әдемілеп үшкірлеп қиып, ұшын өп-үшкір бізді етіп соғады. Қолы майысып шеберақ. Жасап берген әр оғы үшін фрицыға бір құрт немесе басқалай тамақ төлейміз. Мәселен, біз Санат, Әбілтай үшеуміз үйімізден ұрлап жырлап құрт ірімшік әкеп отырамыз да, Петька отқа көміп пісірілген картоп әкеп отыр. Ал Оттоның сыртын сыртқа қақтаған жарты жүгерісі бар. Осының бәрін дорбасына салып алған фрицы жан тәнін салып бізге оқ соғып отыр. Әр қайсымыз 2-3 оқ соққызып мәз-мәйранбыз. «Пірсіп-ау! Ой, пірсіп! Жер жұтқыр, қайда жоғалып кеттің?» деген дауыстан фрицыдан бастап бәріміз де селк-селк кете қалдық. Бұл байдалы шалдың кемпірі Үпияның даусы. «Ой-бой, мен іздеп жатыр», деді фрицы жасап отырған оғын тезете тықылдатып. «Әй, пірсіп! Тілеуің құрғыр, қайда жүрсің?» «Апа, мен мұндамын». «О, желкең үзілгір, анау малдарды суғар». «Қазір, апа, қазір». Фрицы соңғы жасаған оғын Әбілтайдың жебесіне кигізіп берді де қаңылтырын орап кетуге жиналды. «Қалғанын қазір малдарды суғарып келген соң жасаймын», деді. Фрицы жетім бала, шешесі өткен күзде пішенде жылан шағып өлді. Содан бері фрицы әркімнің есігінде күн көреді. Соңғы кездері байдалы шалдың үйінің малын қарап сол үйге қолбала болып жүр. Қолы қалт етсе біздерге кеп бір жағы ойнайды, бір жағы бірдеңе-сірдеңе жасап тамағын асырайды. Өзі бізден 1 жас үлкен, ұзын бойлы, өңі боп-боз, имеген арық, тарамыстанып алып қолынан келмейтіні жоқ. Әрқайсымызда 2-3 оқ және әр оғымыздың батырлар жырындағыдай аты бар. Сор жебе, көк жебе, сойқан жебе, қатер жебе деп түрлеп атаймыз. Сауысқан, қарға атпас бұрын әуелі нысана көздеп жаттығып алмақ болып, клубтың есігіне қара күйемен гитлердің суретін салып, соны көздеп атып ойнауға кіріскенбіз. Клубтың арт жағынан тор жорғасымен ентеліп байдалы шал шыға келгенде апыр-топыр қаша жөнелдік. Ода атын тебініп қап: «Өй, иттің күшіктері, не істеп жүрсіңдер?» деп ақыра ұмтылған. Қуып жетіп әрқайсымызды қамшымен бір-бір салып өтетін шығар деп ойлағанбыз. Жо, олай болмады.
Ұзаңқырап барып кейін бұрылсақ, Байдалы шал атының басын тартып, еңкейе түсіп, клубтың есігіндегі әлгінде біз салған Гитлердің суретіне қарап тұр екен. «Ей, күшіктер, мыналарың кім?» деді қамшысының сабымен суретті нұсқап. «Гитлер!» дедік біз бір ауыздан. Соны атып жүрсіңдер ме? Е, онда оларың дұрыс екен. Ал өздерің неге қашасыңдар? Шынында да, неге қаштық? Бұрын балалар Байдалы шалдың соңынан қалмай аталап, оған бірдеңе деп сөйлесіп қалуға құштар ек. Басқа үлкендерге қарағанда, оны біртүрлі жақын тартып, үйірсектеп, еркелегіміз кеп тұратынбыз. Өзі де бізбен әзілдеп қоятын. «Әй, осы күнгінің балаларын қойшы» деп, ерінін шергеннің өзінде бізге кемсітіп, жерлеуден гөрі қайта намысымызға тиіп қайрап тұрғандай көрінетін. Байдалы шал бригадир болғаннан бері сол өзара үйірсектік біртіндеп суып, қайта керісінше арамыз алшақтап кетті. Бүгінде балалар Байдалы шалды көрсек, өзімізден өзіміз қаша жөнелеміз. Ал ол өзі бізді көрген жерде атын тебініп қап, қамшысын үйіріп ақырып қуып береді. Біздің жазығымыз не, неліктен қашамыз? Ал ол бізді не үшін қуады? Оны біз де білмейміз. Байдалы шалдың өзі де білмейтін болар. Әйтеу, біз қаша жөнелеміз, ол қуып береді. Қазірде ол клубтың арт жағынан оқыстан шыға келгенде, біз топырлап қаша жөнелдік. Ал ол ақыра ұмтылып, қамшысын үйіріп қумақ болды. Енді міне, біздің неліктен қаша жөнелгенімізге ол түсінбей тұрды, одан неліктен қашқанымызды білмей біз тұрмыз. «Бері жақын келіңдер», деді ол саябырынмен. «Неге қорқасыңдар? Теймеймін, бері келіңдер». Біз өзімізді көтеретін, бірақ ат омбылап жүре алмайтын қатқақ қардың үстіне шығып алғанбыз. Енді оған қуса да ұстатпайтынымызды білеміз. Сондықтан тайсақтамай, оның әр қимылын қалт жіберместен қадағалап тұрмыз. «Әй, қорықпаңдар дедім ғой. Кәне, қайсысың хатты жақсы оқисың? Мен бір қағаз оқытып алайын деп едім», деді ақыры өзінің ісі түсіп тұрғанын білдіріп. Біз балалар ішіміздегі хатты ең жақсы оқитынымыз, дәлетін атамасақ та санатқа қарағанбыз. Ол әлгінде қаша жөнелгенімізде жерге түсіп қалған бір оғының торы жорғаның тағалы тұяғының астында быт-шыт боп сынғанын көріп, түршігіп тұрған. «Мен үйге қайтам, мал су қаруым керек», деді күңкілдеп. «Әне, біздің үйдегі апаларың бауырсақ пісіріп жатыр. Қағаз оқып бергеніңе бір қалта бауырсақ бергізем», деді Байдалы шал үй жағын нұсқап. Мұржасынан түтіні будақтап тұр екен. Біздің мұрнымызға майға піскен ыстық бауырсақтың иісі жеткендей болды. «Ата, мен оқиыншы», деді Әбілтай жұлып алғандай жұлқына тілек білдіріп. Байдалы шал оның сөзін естімегендей санатқа қарайлаған. «Жоқ, мен үйге қайтам, мал суғаруым керек», деді санат кейін қарай бұрылып. «Жүр онда, сен оқып бер», деді Байдалы шал енді амалсыз Әбілтайға қарап. «Бауырсаққа бір тоярсың». Қуанып кеткен Әбілтай Байдалы шалдың соңынан ілесе түсіп барып, қалған үшеумізге жалт бұрылды да: «Ата, мына балаларды жүрсінші», деді өтініп. «Мейлдері, жүре берсін». Байдалы шал тор жорғасымен алға түсіп, біз 4 бала садақтарымызды мойнымызға асынып, оның соңынан ілесіп шалдың үйіне қарай жүрдік. «Бауырсақ бермек түгілі, өзімізді сабап-сабап жібермесе не қылсын», деді Отто сыбырлап. «Сабап шынды ма? Еш жазғамыз жоқ қой», деді Петька. «Сабамайтын шығар, солай ма қанат?» дейді Әбілтай да қорқақтаңқырап. Кім білсін, деймін мен иығымды қиқаң еткізіп. Шынында да, кім білсін, соңғы кезде Байдалы шалдың мінезін адам түсінетіндей боп жүрме. Есігінің алдына жетіп, Байдалы шал атынан түскен кезде отын бұтап жүрген бір бейтаныс адам: «Ассаламағалейкум, баяғы», деп қарсы алды. «Әлейкссалам. Ей, Тұржанбысың?» «Ие». «Қайдан жүрсің?» «Ауылдан, сіздерді сағынып кеттім де, амандықтарыңызды біліп қайтайын деп келдім». Жөн екен оның. Қонақ боп кеп, отын бұтап жүргенін қалай енді?» «Өй, баяға, сіздің үйдің отынын бұтамағанда кімнің отынын бұтаймын? Өзім сынып жүргенім ғой, деп мәз бола күлді Тұржан. Бұл кішірек көзі жылт-жылт еткен, адамға тура қараған кезде қостанауы таңқиып тұратын, ұртының үстінен жалбырап тұрған сұйық шалғы мұрты бар, ұзын бойлы, қайыстай қайтқан қара кісі еді. Алдыңғы тістері жоқ екен. Сөйлеген, күлген кездерінде кішкентай бет-әлпетінің қақ жарымын алып тұрған дүрдік ерінді жайын аузы ұрадай боп үңірейіп, көмейіне дейін қара қошқылданып түгел көрінеді. «Ие, үй ішің аман ба? Келіннің халі жақсы ма?» деген Байдалы шал амандық сұрай тұрып. «Аман ғой, оларды ит жей ме?
деп Тұржан ырадай аузын ашып тағы күлді. Жағыну үшін болу керек. Сөзінің соңын деп дарақы күлкімен аяқтайды екен. Әйтеу, қалай болған күнде де бір суқансыз адам екені бірден көрініп тұрды. Осы сенің балаңның аты кім еді? Сапыбек қой. Иә, ол қазір қай класста? Соғыс басталар жылы 3-шіні бітірген, онан кейін оқымай қойды, күшік. Жалғыз ұл болған соң тым ерке. Хат тануы қалай өзінің? Бұлай таниды ғой енді, оқи алады. Хат тануы дұрыс болса, соны менің қолыма берші, өзім тәрбиелейін. Әйтпесе осында әр боқ мұрынға жалынып ит болдым, деді бізге қарап қойып. Баяғау, сіз тәрбиелесеңіз, одан артық оның Құдайдан не тілегені болсын? Жүр, үйге кір, оны сөйлесе жатармыз, деген Байдалы шал енді Әбілтайға бұрылды да: сен жүр, ал мыналар осы арада күте тұрсын, деді де жаңағы Тұржан үшеуі үйге кіріп кетті. Біз, Петька, Отто үшеуміз үй іргесінде қала бердік. Бригадир болғаннан бері Байдалы шалдың үйі біздің ауылдағы қыдыр қонған үй боп саналады. Құт береке, молшылық бүкіл ауылда тек осы үйде ғана бар. Іші де, сырты да майлы. Қасынан өтсең, ығына тұрып ап, тамақтың тәтті иісін иіскеп, кеткің келмей көзіңді сатып еріксіз телміре қарайсың. Есігінің алдында тау-тау боп үйілген ағаш отын, шешендер Махмұт пен Зокку осы төңіректегі ең қу ағаш отынды тек осы үйге әкеп түсіреді. Атқарушы Ықсан шал мен Фрица екеуі кезек-кезек сол отынды шетінен бұтаумен болады. Бұталаған отын күндіз-түні жағылады да жатады. Қазан ошақ дегендер бір босамайтын сияқты. Ылғи ет асылып, бауырсақ пісіріліп, шай қойылып, ертеден қара кешке дейін дастарқан бір жиналмайтын тәрізді. Таңның атуынан, күннің батуына дейін бар тіршіліктері осы үйде ғана байланып қалған 3-4 қатын бірі су әкеліп, бірі от жағып, бірі тамақ пісіріп, салып-сұлып әбігерге түсіп, еш тыным таппайды. Бастықтың үйінің суымен кіріп, күлімен шыққандар үшін бақытты. Бұлардан өзге бүгінде Байдалы шалдың үйінде бұрынғыдай баса көктеп ешкім кіре алмайды. Тек сырттай қызығып, сырттай тамсанып, сырттай телміріп қана өтеді тұсынан. Біз де, міне, үй іргесіне кеп майға піскен бауырсақтың аңқыған тәтті иісі есімізден тандыра жаздап манаурап тұрмыз. Танауларымызды қос-қостап тарта түсіп, сілекейімізді жұтынып қойып, бір-бірімізге күлімсірей қараймыз. Бауырсақ пісіріп жатыр. Қандай тәтті иісі! Сәскеге қарай әжептәуір көтерілген күн, жал-жал қардың арасынан төбелері қарайған, әрқайсысының төңірегіндегі қыбыр-қыбыр тіршіліктері бар жадау-жүдеу үйлерге немгетті салқын ғана қарап, бар ықыласын іргесінде біз тұрған Байдалы шалдың үйіне арнаған сияқты. Анау үйлерден жоқшылықтың, жетімсіздіктің қаралы ызғары азнаса, ал мына үйде жайма шуақ тәтті қуаныштың лебі еседі. Әлгіндегі мал суғаруға кеткен Фрица да келе жатыр екен. Біздерді көріп, анадайдан даурыға: анау тұманның арғы жағындағы кішкентай сайда арам өлген өгіздердің өлекселеріне үймелеген қарғалар құж-құж етеді, деді ентіге сөйлеп. Онан қасымызға таяп келген: неге елікпейсіңдер, ұқпай тұрсыңдар ма дегенде әрқайсымызға бір қараған. Қалың қарғалар, атуға бармайсыңдар ма? Біз тыныштығымызды бұзба дегендей оған үнсіз көз тастап тым-тырыстана қалғанбыз. Шіркін, осындайда тәтті иіс болады екен-ау. Әй, пірсіп! Жайрағыр, анау малдарға шөп салмайсың ба? Деп сұңқылдаған Үпияның даусы дәл құлағымыздың түбінен естілді. Сөйткенше болған жоқ. Үпия үйдің біз тұрған іргесіне қарай шыға келген. Басында әппақ қардай кимешек, екі жағымен маңдайына әдемілеп кәнуа тіккен. Үстінде өңіріне неше түрлі таңа түймелер. Күміс тиындар таққан көк пүліш камзол, сары атлас көйлегінің етегі жер сызады. Әй, сендер не қып тұрсыңдар бұл жерде? Деді дәл ұрлығымыздың үстіне түскенде. Біз сасып қалдық. Біз жай Әбілтайды күтіп тұрмыз. Немене, оны қасқа жейт деп едіңдер? О несі? Үйдің іргесіне кеп топырлағандар. Аулақ, анау көшеде тұрып күтіңдер, деп зіркілдей ұрсып қуып тастады. Біз амал жоқ, үй іргесінен аулақтап көшенің ортасына шығып тұрдық. Айтып ем ғой, бауырсақ бермейді, деді Отто. Бермесе қойсын, бауырсақ жемесек те өлмеспіз. Тек Әбілтайдың шыққанын күтейік, деді Петька. Осылайша бауырсақ жеуден күдер үзіп тұрғанымызда бүкіл ауылды жаңғырықтыра: «Қанат! Қанат!» деп аттанда байқайлап шақырған дауыс мені селк еткізді. Дауыс шыққан ойға қарай жалт қарағам. Малқора жақтан Қыдырман Тойтықтың інісі Нәдірмен келе жатыр.
Бүкіл ауылда басына көтере айқайлады. Өзі менімен жасты болса да, алды-артына қарамайтын әңгідік мінезді болатын. Қазірде жау шапқандай аттандап келеді. Анадайдан мені көре сап: «Ей, Қанат, қайда жүрсің? Кел бері!» деді бұйырғаныммен. Өзі көшенің ортасына тоқтап, мен қасына барғанымша күтіп тұрды. «Ей, сені Қыдырман көкем Малқораға тез жетсін» деді. «Қоғалы бұлақ жаққа шөпке барады екен, соған бірге ала кетем» деді. Әнеугінгі Нәзира әпкемнің Қыдырман мен Зибашқа «Қоғалы бұлақ жаққа барсаңдар, біздің шөбімізді жеткізіп бергейсіңдер» деген тілегі есіме түсіп, мен дереу Малқора жаққа қарай жүгірдім. «Ей, Қанат!» деді Нәдірман мені тоқтатып. «Алдыңдағы садағыңды маған қалдырып кет». Нәдірманның ожар мінезін білетін мен екі-үшта ойда тұрғам. «Өй, садағыңды жеп қоймаймын, шөптен келген соң аласың ғой» деп кеп, мойнымнан жұлып алғандай болды. «Оқтарыңды да қалдыр». «Байқа, оқтарыңның ұшы өткір, біреуді атып ап жүрме. Егер жыныма тиетіндер болса, ата салам» деді Нәдірман екіленіп. «Қой, садақпен кісі атуға болмайды». «Жай айтам, қалжыңым ғой» деп мәз бола күлді бол. Сөйтіп, Қоғалы бұлаққа шөпке бара жатқан Қыдырман мен Зибаш Нәзира әпкеме берген уәделерінде тұрып, мені өздерімен бірге ала жүрген. Әлі таптаурын бола қоймаған жол ауыр екен. Жазда 2-3 сағатта барып қайтатын жерге түске қарай малтығып, әзер жеттік. Зибашты шанасымен осында біраз күн бұрын Махмұт пен Манар бұзған бергі шеттегі маяның түбіне қалдырып, Қыдырман екеуміз бұлақтың жырлауыт қабағын жағалап, тұғылға түсе берістегі біздің шөпке қарай жол аштық. Жазда Нәзира әпкем екеуміз жинағанымызда, кішігірім маядай көрінген шошағымызды қалың қар төбесіне дейін сіреп бүркеп тастапты. Айдалада адасып отырып қалған жетім баладай көзге әзер шалынады. Әпкем екеуміз күнделікті таңғы алагеуімнен тұрып, бірер сағаттан қол шалғымен бір ай бойы шауып едік. Бұлақтың төңірегіндегі жырым-жырым боп тарамданған құлама жараларға өскен қалың шалғын таңға жуық шыққа бөгіп жататын. Жапырақтар мен гүлдердің бүршіктеріне қонақтаған мөп-мөлдір моншақ тамшылар тиіп кетсең, сау-сау ететін. Сондайда жылы төсектен жаңа ғана тұрған өне бойыңды салқын леп тірентіп, дірілдетіп жіберуші еді. Шалғыны біраз құлаштай тартып, бойың жылына бастаған кезде балғын шалғыннан қышқылтым қошқыл иіс бұрқырай бастайтын. Бүкіл тынысың, көкірегің содан жарылып кетерде болатын. Қазір Қыдырман әуелі шошақтың төбесіндегі қарды күрекпен опыра ойып аударып тастап, одан кейін 6 айырлы ашасын бойлата сұғып, судыраған құрғақ шөпті аудара көтерген кезде, жаздан бері тұншығып бұғып жатқан көк шалғынның қып-құрғақ ашулы иісі кеңірсігімізді жарып жібердей бұрқырай жөнелді. «Апшықи, апшықи, пақ-пақ шіркін». Мойындар салбырап сүмірейіп тұрған өгіздерде шыдай алмай, мойын тұрықтарынан бұлқына тартынып шөпке қарай тұмсықтарын өзеурер созған. «Жә, Қанаттың азғантай шөбіне көз алартпаңдар ей!» деп қойды қозғалақтаған шананың үстінде көтерген шөбімен құлап қала жаздаған Қыдырман. Аяғының тойтықтығына қарамастан Қыдырман өте қайратты екен. Әнемне дегенше шошақты ойсыратып жіберді. Шамамның келгенінше мен де екінші бүйірден тиюге кірістім. Жаздағы өзім орып, өзім жинаған шөптің әр талшығы таныс сияқты. Қайсысын қай жырадан орғаныма дейін білетін сияқтымын. Сондықтан шашау шығарғым келмейді. Ал Қыдырман болса, алды-артына қарамай опырта істегендіктен қаншама шөпті жерге түсіріп шашып, ысырап қып тұрған сияқты. Секіріп жерге түсіп, сол шашылған шөптерді жинаймын. Шошақтың жартысына жуығы тиелген соң Қыдырман: «Бір жолға оста жетеді», деді жарты шанадан аздау шөпті үстінен жаймалай тұрып. «Ендігісін тағы бір келгенімде жеткізіп берем. Әйтпесе әлгі байдалы қақпас көріп қалса, колхоздың малы ашығып жатқанда жеке меншіктің шөбін тартып жүрсің деп пәле қылады». «Онысы да рас. Басқаны білмесек те байдалыны білеміз ғой». «Мақұл». Мұнан соң әлгінде Зибашты шанасымен қалдырып кеткен маяға қайтып келдік. Қыдырманның біз қайтып оралғанша демала тұр дегеніне қарамастан, Зибаш өз шанасына әжептеуір шөп тиеп қойыпты. «Түу, жаңа айтып ем ғой, демалсаңшы» деген Қыдырман оған ұрса сөйлеп. «Қойшы, босқадан босқа қалай отырмақпын?» деді Зибаш күліп. Қыдырман енді маяның үстінен шығып, жердегі шаналарға жоғардан жойқын күшпен шөптен қопара аударып теуге кірісті. Біз Зибаш екеуміз екі шананың үстінде тұрып, ол аударып тастаған шөпті жаймалап үлгере алар емеспіз. «Шамаларың жетпесе, онша қиналмаңдар. Артынан мен өзім жаймалаймын ғой», деп қояды Қыдырман.
Онан Зибашқа арнайы: «Сен онша зорланбасаңшы, демалсаңшы», дейді. «Сорланып тұрған жоқпын», деді Зибаш еркеуінмен. «Құрғақ шөп жеңіл ғой». Біраз қимылдап тершігендікі болу керек. Зибаш өрттей боп қызарып тіпті әдем боп кетті. Күлкі ойнаған көзі жалт-жұлт етіп, сөйлеген, езу тартқан кездерде әппақ тістер жарқырай көрінеді. Бір кезде Зибаш шөп түсіп кеткен болу керек, көзін уқалап тұрып қалған. «Не болды?» деді маяның үстінде қыдырман тойдық келең етіп. «Көзіме...» «Ойпыр-ай, ертегі аңыздардағы жолбарыстай атылып деген осындай-ақ болар». Сонау маяның үстінде тұрған қыдырман қас қағым сәтте бірақ орғып, Зибаштың алдына кеп дік ете түсті ғой. Тіпті аяғының тойдық екенін ұмытып кеткен. «Тұра тұр, қолын тигізбе!» деп есі кете епеліктеп тұрып, Зибаштың көзіне түскен шөпті тілімен жалап шығарды. «Тү, көзің қызарып кетті ғой. Міне, көзіңе түскен мынау қылтанақ», деді тілінің ұшымен алған шөпті көрсетіп. «Тікенше қадалып еді. Тікенбе өзі, немене?» «Тікен сияқты. Әлі ауырып тұр ма?» «Қойды», деді Зибаш қызарара сораған көзін жыпылықтата тұрып. Онан соң қыдырманға еркелегендей күле қарады. «Осының бәрін қайдан білесің?» «Нені?» «Көзге түскен шөпті тіліңмен жалап шығарғанды». Білем ғой», деп қыдырман да күліп теріс айналып кетті. «Құдай-ау, осыны да көп көрер ме екенсің?» деген Зибаш әлі де көзінен сорғалаған жасын тия алмай тұрып. Маяға өрмелеп бара жатқан қыдырман кейін қарай жалт бұрылды. «Саған осындай сөзді айтпашы деп талай ескерттім ғой», деді. «Сенен де айырылып қалам ба деп қорқам». «Қорықпа», деді қыдырман көңілдене сөйлеп. «Ол жағынан қорықпа. Айырылып қалам деп емес, осы тойдықтан құтыла алмаймын-ау деп қорық. Солай ма, Қанат?» деп маған қарап көзін қысып қойды. «Әйел деген осы да. Қит етсе көз жастары дайын тұрады». Осы сәтте қыдырман маған кереметтей әдемі, сұлу жігіт болып көрінді. Ат жақты ақ сұр өңі, күлімсірей қараған қысыңқы көзі, қалың қабағы, дөңестене біткен үлкен мұрны, нағыз ерге лайық айбынды кескін келбет екен ғой. Ой Аллай, осы уақытқа дейін қалай байқамай жүргенмін? Кейін өскенімде осындай болсам дейтін жігіт қой мынау. Нәзира әпкемдер мұны неге мазақтайды екен? Оу, мазақтайтын емес, ғашық болатын жігіт қой. Сол Нәзира әпкем, сол Нұрбике, сол үміттер кезінде мазақтап, жыртың күлгендерінше мұның нағыз еркелбетті жігіт екенін аңғарулар керек еді ғой. Енді міне, Зибаш емден балған. Зибаштың қазір оған елжірей қарап ғашық болып тұрғанына мен әбден сенем. Әне, ол маяның үстіне көтерілді. Төмендегі біздерге күлімсірей қарап ашасын қолына алды да, шөптен қопара көтеріп екі шанаға кезек-кезек құлаштай лақтыра бастады. Шіркін, мен қашан осы қыдырмандай болар екем? Мейлі, тіпті тойдық болуға да бармын. Тек тезірек ер жетіп, ер жігіт болып, осы қыдырмандай болсам. Шіркін. Мұндай күшті бірінші көруім. Алтайырлы ашасын алтай қыста тығыздалып, басылып, киіздей боп жатқан шөпке бойлата сұғып, одан үй орнындай ғып қопарап көтеріп ап, қақайта тұрып, шананың үстіне гүрс еткізіп тастаған кезде жер солқылдағандай болды. Зибаш екеуміз жаймаламақ түгілі шөптің астында бастырылып қала жаздаймыз. Сөйтіп екі шананы да қайқитап тиеп болған кезде дәу маяның да бір жартысы опырылып ортайып қалған еді. Түс ауа ауылға бет бұрғанбыз. Мен алдыңғы қыдырманның шанасында жалғызбын да, ол өзі кейінгі Зибаштың шанасына отырған. Күн жылына қары жынтақтала бастаған көпсік жолда өгіздер аяқтарын санап басқандай, зорға адымдап, жонарқалары, сауырлары бірде созылғандай, бірде жерілғандай мықшия тырмысып, әзер тартып келеді. Әлгіндегі шөп тиеген кездегі терім біртіндеп басылып, бойым тоңази бастаған соң, бастырықтың үстінен отыруға жайлы болсын деп салынған боз шөпке үңгей кіріп шалқалай жатқам. Қысқы аспан бұлыңғыр. Кірпік қақпай ұзақ қарасаң, көзіңді бұлдыратады. Осы аспанның төбесі тиіп тірелетін жері бар ма екен? Ал төбесі бар болса, оның ар жағында не бар екен? Бірнеше күн толассыз боран соққан кезде әжем жарықтық. Аспанның тесігі ашылып кеткен бе дейді. Демек, аспанның тесігі бар да, оның арғы жағында аңырап соғып тұратын бораны бар. Ал жағрапия пәнінен Әнипа апайымыздың түсіндіруінше, аспан деген түбі жоқ тұңғиық кеңістік, ешбір шек жоқ дейді. Ал жекеменің өзіме салса, сол түпсіз, шексіз дегенге онша түсіне алмаймын. Сене де қоймаймын.
Маған сол әжемнің айтқанының жаны бар сияқты көрінеді. Дүниедегі заттың бәрі көзге көрінетін, қолмен ұстайтындай болу керек қой. Ал олай болмаған күнде сенуге болмайды. Боран соғады, тау бар, тас бар, дала бар, қар бар, шана бар, шөп бар, су бар, нан бар. Осы тұста жүрегім сазып, іші бауырым біртүрлі төмен тартып жаман боп талықсып кетті. Қарнымның ашқанын қанша еске алмайын десем де, ұры мысықтай ішімді тырналай жөнелді. Жоқ, тамақты ойламау керек. Әне, кең аспанға қарашы. Осыны шексіз дейді, тұңғиық дейді. Сонда ол қалай шексіз болады? Әйтеу, бір жерде тіпті сонау көзге көрінбейтіннің арғы жағындағы шексіздікте де түптің түбінде бір шек болады ғой. Оны жаңағы Жарапия апаны де білмейтін тұста шығар. Өстіп, ұйқылы ояу күйде маужырап жатқам. Қыдырманның қарқылдаған күлкісінен оянып кеткендей болдым. Қойдым айдалайын, қойдым, дейді күлкісін тия алмай жалына сөйлеп. Жоқ, сен бәрібір қоймайсың, дейді сыңғырлаған Зибаштың үні. Басымды көтеріп кейін бұрылсам, Қыдырман шалқалаған күйде қол аяғын ербейтіп, күлкіге түйіліп бұлқына тулап жатыр да, Зибаш оның үстінен төне түсіп қытықтап отыр екен. Қыдырманның қырқылдағаны бүкіл даланы жаңғырықтырып тұр. Қойдым деп өлердегі сөзін айтады. Ал Зибаш өзде сықылықтай күліп, Қыдырманның омырауына қолын тығып өршелене түседі. Ақыры қытықтан қашқан Қыдырман тулай дөңбекшіп барып шанадан домалап түскен. Жол шетіндегі қалың қарға оңқа-шоңқа болды. Сонда да күлкісін тиялар емес. Бөксесіне дейін батқан қалың қардан үйелеп қалғандай тұра алмай жатып, қоймаймын деп қарқылдай күледі. Зибаш шанадан секіре түсіп, енді Қыдырманды сол қарға батып жатқан жерінен үстінен бас салуға ұмтылған. Қыдырман жандармен ұшып тұрып қаша жөнелген, бірақ Тойтық аяғымен қайда барсын. Зибаш оны қия бастырмастан қуып жетіп, бар салмағымен жігіттің мойнына асыла құшақтай алған. Екеуі де сол сықылықтаса күлген бойлары омбы қарға ұмар-жұмар құлады. Лып етіп ұшып тұрған жігіттің мойны қойнына қарды тықпалап жіберді де өзі қаша жөнелді. О, деген Қыдырман қисалаңдай тұрып еңкейіп, қойнына тығылған қарды еңкейіп қағып, тыржалаңдай күліп біраз тұрды да, анадай жерде қатқақ қардың үстінде бұған көлденеңдей сес көрсетіп ойнақшып тұрған Зибашты қуып берген. Міне қызық, жүгіре алмайды деген Тойтық Қыдырманым түлкідей бұлаңдаған келіншекті аттаспастан лезде қуып жетіп бас салды да, сірә Зибаштың өзі соны тілеп тұрды-ау деймін. Күректей алақанымен жерден қарды көсіп іліп ап, келіншектің мойнына салған. Зибаш деп шыңғыра секірген. Екеуі қар үстінде қайта құлады. Шаршау деген ойларына да келер емес. Екі беттері нарттай боп қызарып, жүздері балбұл жайнайды. Екеуі де ерекше құлпырып сұлуланып кеткен. Қыдырман, дейді қасында жүрген Тойтық адасып қалғандай шырқырай дауыстап. Зибаш, дейді Қыдырман да даланы басына көтеріп айқайлап. Мен бақыттымын. Мен де бақыттымын. Шананың үстінде отырып мен күлем. Өп-үлкен адамдар да ақмақ боп кетеді екен-ау деймін. Ал іште екеуінің осы қылықтарына қызға қараймын. Расында да, жаңағы өздері айқайлап айтқандай бақытты болған соң, осылай шығар. Бірауық қарнымның ашқанында ұмытып кетіппін. Тек ауылдың қарасы көрініп, мұржаларынан жарыса көтерілген көк шуды түтіндерге көзім түскенде ғана, ертеден бері аш екенін есіме алдым. Осы кезде Зибашта: «Бәлі, мына қанатты байқамаппыз ғой», деді, мені енді ғана көргенде көз шарасынан шыға. «Қанат, сен бізге күліп отырған шығарсың», деді Қыдырманда. «Ұят-ай, ұят болды ғой», деді Зибашта қызара тершіген бетін сүрте тұрып. «Қанат-ай, айналайын, сен біздің мұнымызды ешкімге айта көрме. Бала ұқсап кетіппіз ғой». Қыдырман әуелі Зибашты көтеріп шанасына отырғызды да, өзі кеп менің қасыма өз шанасына шығып отырды. «Қалай, ішің пысқан жоқ па?» Өң жақыннан тіпті әдемі, елжіреп тұрған жылы еді. Мен Зибаштың мұны жайдан-жай ұнатпағанын енді ұққандаймын. Малғораның алдына кеп тоқтағанымызда, байдалы шал бастаған сиыршы, малшы, шал шақпыт бір топ адам қарсы алдымыздан шықты. Орталарында дөңгелек көк бөрікті, қара пальто киген күжірейген бір бейтаныс адам бар. Ауданнан келгені айтпай-ақ көрініп тұр. «Әлтаев кеп қапты ғой», деді Қыдырман. «Иә, ортада тұрған шолақ қол, өкіл, Әлтаев жолдас екен. Бәрі біздің жолымызға қарап күтіп тұрған сияқты». «Қанат, сен қазір шанадан түсте, үйіңе қайта бер. Шөбіңді мен өзім артына жеткізіп берем», деді. Қыдырман маған сыбырлай сөйлеп. «Әйтпесе мыналардың көзінше әкете алмаймыз».
Мақұл, дедім мен жағдайды ол айтпаса да жақсы түсініп. Байдалы шал топтан озыңқырап шығып, «Ей, Тойтық, мына тұрған жерге сонша жоғалып қайда жүрсің?» деген. «Түлкі қудық», деді қыдырман жайбарақат үнмен. «Не дейді?» «Түлкі қудық деймін». «Жә, бос қылжақты қайтесің», деді байдалы шал зекіре сөйлеп. Онан соң малшы, сиыршы шалдарға бұрылып, «Сендер мына екі шананың шөбін түсіруге Қыдырманға көмектесіңдер», деді бұйырып. «Ал Зибаш шырағым, біз Әлтаев жолдас екеуміз сені күтіп тұрмыз. Сөйлесетін сөз бар», деді жұмсақ үнмен. Зибаш біз жаққа Қыдырманға жалтақтап бірер қарады да, енді қайтсын, менде ерік бар ма дегендей шарасыздықпен шанасынан сырғи түсіп, байдалы шал мен Шолақ көл өкілдің алдына барған. Шолақ көл өкілі оған күлімсірей қарап, сау қолын беріп амандасты. «Тө, қолыңыз тоңып қапты ғой», деген. Зибаш ұялшақтап теріс қарап үндеген жоқ. Біз де шынадан түскенбіз. Қабағы жабылып, тұнжырап кеткен Қыдырман шөп бастырықтың бір басын ызалана кеп шешіп, оқыс босатып жіберген. Шіреп тұрған бастырық қатты серпіліп барып, байдалы шалдың иығын жанай беріп, дәл арт жағына ұшып түскен. «Ой, Тойтық неме, кісі өлтірейін деп пең, абайламайсың ба?» деді байдалы шал ақырып. «Шананың іргесіне тұрмай, аулақ барып сөйлеспейсіңдер ме?» деді Қыдырман да қиястанып. Онан соң өз қылығына өзі риза болғандай маған қарап көзін қысып қойды да, үйіңе қайта бер дегендей ымдады. Мен үйге қайтқам. Қарнымның қатты ашып, әлсірегенімді енді сезіп, аттаған адымым кейін кетіп қиқалақтап келе жатқанымда жолда Петька кездесті. Есіл дертім тамақ боп келе жатқан мен оған, «Ертеңгісін Әбілтайдың арқасында бауырсаққа бір тойған шығарсыңдар», дегем. «Әбілтайдың арқасында дейсің бе?» деп күлді Петька, сирек тістерін көрсете көк көзі күлімдеп. «Сабақты дұрыстап оқи алмайтын сол Әбілтайдан не шығушы еді?» деді. «Рас, бауырсақ жедік, бірақ Әбілтайдың арқасында емес». Мен кеткен соң сәлден кейін байдалы шал Әбілтайды желкесінен түйгіштеп қуып шығып түйінен. Сөйтсе, байдалы шалдың оқытпақ болып жүрген қағазы жаңаша мен ескі латын әріптер араластырылып жазылған екен. Соны Әбілтай оқи алмапты. Түк шықпайтын, адам болмайтын арам тамақ неме депті байдалы шал. Онан соң есігінің алдында отын бұтап жүрген атқарушы Ысқақ шалға, «Қайтсең де анау Санатты барып алып кел» деп бұйырыпты. Сонда Ысқақ шал Санаттың атасына барып айтып, Санаттың өзіне жалынып жүріп, ақыры атқа алдына мінгізіп әкеліпті. Ал Санат болса әскерден келген хаттарды оқи жүріп, латын әріптерінде жақсы танып алған емес пе? Байдалы шалдың әлгі қағазын мүдірместен судыратып оқып беріпті. «Сөйтіп Санаттың арқасында үш-үштен бауырсақ жедік. Тәтті болғанда тәтті», деді Петька ертеңгісін жеген бауырсақтың дәмін таңдайында әлі тұрғандай тамсана тұрып. «Қап, шөпке бармағанда мен де жейтін едім-ау», дедім іштей өкініп. Үйге кеп әжеме шөпті біраздан кейін Қыдырманның өзі әкеледі дедім. Бірақ Қыдырман шөпті әкелген жоқ. Кешкілік іңір кезінде шайқалақтай басып өзі келді. Мен мал қоралап сыртта жүргем. «Қалай, Қанатай, шаршамапсың ба?» деген. Мен басымды шайқадым. Көпке барған жолымыз, оны тейгеніміз, онан қайтардағы Зибаш пен Қыдырманның бала құсап ойнағандары бәрі есіме түсіп, еріксіз күлдім. «Өте көңілді барып қайттық қой», дедім ризалығымды білдіріп. «Ендігі барғандарыңда мені тағы да ала жүрсеңдерші?» Енді өйтіп бара алмайтын шығармыз», деді Қыдырман күрсініп. «Неге? Неге дерің бар ма, Қанатай? Әзәзілдер жолымызды бұзғалы тұр ғой». Әлгіндегі Шолақ қол өкілдің Зибашқа күле қарағаны, сау қолын беріп өбектеп кеп амандасқаны, байдалы шалдың әлдеқандай боп паңданып Қыдырманға қоқырақтауы тегін болмады ғой. Біртүрлі әлденеден секем алғандай, жақсы бір нәрсемен айырылып қалғандай, көңілім құлазыңқырап қалды. «Жә, оларды да көріп алармыз», деді Қыдырман мені жұбатып, әлдекімдерге кіжінегендей тіктене сөйлеп. «Олардың дегені бола қоймас. Әжең қайда?» Онан соң үйге кіріп әжемнен кешірім сұрай тұрып, өкіл мен байдалы қадалып қарап тұрған соң шананың астыңғы жағындағы біздің шөпті де амалсыз колхоздың мал қорасының төбесіне шығарғанын айтты. «Сіздердің шөпті белгілеп бөлек жинап қойдым. Бірер күнде ретін тауып түсіріп берем әже», деген. Бірақ Қыдырман солай деп уәде бергенмен де біздің сол шөбіміз ақыры өзімізге бұйырмады.